Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде сауат ашу сабағы. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Балалар, қазір жұмбақ шешейік. Қызық тырып әркімдақ, суда жүзер жалтаңдап, Б әрпінен басталған сол жәндіктің атын тап. Жұмбақтың шешуі балық. Ал балалар, балық дегенде бірінші қандай дыбысты естіп тұрмыз? Дұрыс ойлайсыңдар, Б дыбысын естіп тұрмыз. Ендеше бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы табиғат бөліміндегі Б дыбысымен танысамыз. Сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен мәтінде кім не туралы айтылғанын анықтау. Балалар, Б дыбысы дауыссыз дыбыс. Себебі оны созуға, әндетуге болмайды. Бақа, балық, бота, бидай сөздерінде сөз басында келсе, қаңбақ, домбыра, бұлбұл, абай сөздерінде сөз ортасында келіп тұр. Қазақ тілінде Б дыбысы сөз соңында келмейді. Енді балалар, оқулығымыздың 95-ші бетін ашайық. Көктем жазда басына сары қалпақ киеді. Күзге қарай қалпағын қалқып ұшып жүреді. Балалар, бұл өлең шумағы не жайында? Дұрыс айтасыңдар, бақбақ деген өсімдік жайында екен. Балалар, бақбақтың көктем жаз айларында басындағы қалпағы сары болады екен. Ал күзге қарай қалпағы ақ түске айналып, ол үлпілдекке айналады. Оны сендер жаз уақытында ата-аналарыңмен табиғатқа, саяхатқа шыққан кезде байқаған боларсыңдар. Бақбақ дала өсімдігі. Ол көп жылдық өсімдік екен. Оның 59 түрі бар. Бақбақ жол жиегінде, көгалды, шалғынды жерлерде, тау бөктерлерінде өседі екен. Оның биіктігі 4-30 сантиметр. Сабағы қуыс болып келеді екен. Бақбақтың емдік қасиеттері де бар. Оны тері ауруларын емдеуге де қолданады екен. Енді балалар, бақбақ сөзіне дыбыстық талдау жасап көрейік. Бақбақ сөзі Б дыбысынан басталып тұр. Бақбақ сөзінде 6 әріп, 6 дыбыс, 2 буын, 4 дауыссыз дыбыс, 2 дауысты дыбыс бар екен. Енді суретке назар аударайық. Бұл жерде Б дыбысына байланысты балапан, бота, бақа, барабан суреттері. Енді осы суреттегі жазылған буындарды менімен бірге қайталап оқиық. Ба, бө, бе. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Буындар берілген екен. Буындардан сөз құрастырып көрейік. Саусағымызды кітабымызға апарамыз. Буындарды менімен қосылып оқып отырайық. Бақа, балық, бота, болат, бөрік, көрік. Енді астындағы сөздерді тізбектете оқып көрейік. Әрбір сөзді оқығанда соңғы буыннан басталатын жаңа сөзді әрі қарай оқуымыз керек. Ас, қа, бақ. Соңғы буыны бақ. Келесі сөзіміз бақ буынынан басталады. Бақ, ша. Соңғы буын ша. Келесі ша, бақ. Бақ буынынан аяқталып тұр. Келесі сөз бақ, бақ. Осындай кез келген сөзді үйде қағазға жазып, соңғы буыннан жаңа сөздер құрауға болады екен. Қазір балалар бор неден жасалады деген мәтінді оқиық. Мұқият тыңдаймыз. Бор неден жасалады? Бақыт пен Болат бор неден жасалады дегенге таласып қалды.
Бор тастан жасалады, деді Бақыт. Жоқ, бор топырақтан жасалады. Өйткені бор жұмсақ, тас қатты ғой, деді Болат. Балалар, Бақыт пен Болаттың айтқандары дұрыс па? Ал сендер бор неден жасалады деп ойлайсыңдар? Енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Әңгіме кімдер туралы? Әңгіме Бақыт пен Болат жайында. Олар неге таласты? Олар бор неден жасалады дегенге таласты. Бақыт не деді? Бор тастан жасалады, деді Бақыт. Болат не деді? Бор топырақтан жасалады, деді Болат. Себебі бор жұмсақ, тас қатты, деді. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Ойланып көрейік. Балалар, бор тасқа да, топыраққа да жатпайды. Бор тау жыныстарының ыдырауынан пайда болады екен. Онымен жоғарғы сыныптарға барғанда толық мағлұмат аласыңдар. Енді балалар, оқулығымызды жабайық. Дәптеріміздің 116 сабағын ашып, Б әріпін жазайық. Б әріпі 2 элементтен ғана тұрады. Бірақ жазылуы күрделірек. Әдемілеп, ұқыпты жазайық. Астына ба, бе, би деген буындарды жазып үйренейік. Және де астындағы суреттердің толық атын жазайық. Барабан, көбелек, бақа. Сонымен балалар, бүгін сабақта не үйрендік? Б дыбысымен таныстық. Б дыбысынан басталатын буындарды, сөздерді оқыдық. Бақбақ өсімдігі жайлы мағлұмат алдық. Бор неден жасалады деген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бердік. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.